Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен біз қысқа осындай аскөктерді қатырып дайындап қоятын боламыз. Ол үшін алдыменен менде осындай аскөктер болды. Алдыменен жақсылап мұздай суда жуып аламыз. Осылай жуып алғаннан кейін екінші мәрте тағы да салқын суымызға салып, бір уыс тұзымызды сүйіп 30 минутқа қойып қоямыз. Отыз минуттан кейін тұзды суымыздан аламыз, суымызды төгіп, аскөктерімізді құрғақ бір шашыққа немесе осындай салфетканың бетіне төсеп, суларынан арылтып, сәл құрғатып аламыз. Міне осылай суынан құрғағаннан кейін аскөктеріміздің осы бас жағын кесіп алып тастаймыз. Бұның бізге қажеті жоқ. Қалған бөліктерін осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша орташа етіп турап шығамыз. Міне мен барлығын турап алдым. Менде 2 салафан шықты. Бірінші жартысын бөліп турап алдым, кейін келесі жартысын тураймын. Міне осылай тураған аскөктерімізді таза салафанымызға салып, ауасын барлығын шығарып, жақсылап нығыздап орап, мұздатқышқа салып сақтап қоямыз. Міне осылай салафанымызға салып, ауасын бәрін шығарып, мұздатқышқа салып сақтап қоямыз. Керек кезде алып, тамағымызға қоса берсек болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер. Каналымда түрлі рецепттер шығатын болады.